бүгінгі шығарма үшін мынандай сөздерді қолдандым. Сендерге дауыстап оқимын. Тыңдаңыздар. Бұта, қоршау, асу, шын мәнінде, ауқым, қандала, қайшы, жұтау, сезу, ебедейсіз, ебедей, арбиған, шөіркелесу, табанды. Қазір мен сендерге сөздердің орыс тіліне аудармасы оқимын. Куст, забор, перевал. На самом деле, диапазон, масштаб, клоп, нищий, разоряться вследствие джута, догадываться, понять, неуклюжий, ловкий, громоздкий, разговаривать по душам, стойкий, упорный. Осы сөздерді қолданып, шығармамды жазайын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сендерге ұсынамын. Назар аударыңдар. Фильмнің сценарийі. Жазушы киностудияға келді. Ол менің басыма қызықты сценарий туынды. Оны Казагвуд киностудиясымен бөліскім келеді, деп киностудиясының басқарушыға айтты. Сіздің сценарийіңіз не туралы екен? Тарихы, оқиғалар жанрдағы фильм түсіруге ұсынып жасап жатырмын. Тыңдаңызшы. Фильм мынандай бірінші көріністен ашылады. Ақсақал өз отбасымен және жұртпен бірге тау асу арқылы көшіп бара жатыр. Айналасында тек биік таулардың басы мен қалың қар оранған жоталар ғана көрініп тұр. Төйлердің арқасына арбиған жүктер жүктелген. Отбасы асу арқылы қыстауға көшіп бара жатыр. Боран басталды. Бір жас әйел жүкті еді. Дәл сол жолда ол босана бастады. Не істеу керек? Ақсақал отағасы ретінде ағайындарына төйлерді жүктен босатуға нұсқау беріп жатыр. Төйлерді жерге отырғызып, олардан қоршау құрды. Сосын төйлердің арқасының үстіне қиыз жапқыштарды жабып, төбесі құрды. Іші жылытып, тудыруға дайындалды. Бірнеше сағаттан кейін бала дүниеге келе жатыр. Көшкенде төп болғандықтан бұл бала өмірінде табанды адам болады, деп ақсақал айтты. Уақыт өтті. Бала өсіп кеткен. Жасөспірім кезінде ол аты епті шабуға үйренді. Ебедеймен де басқалардан ерекшеленеді. Басқа балаларға қарағанда ол барлық ойындарда ең епті болып шықты. Атасы бір кешке әйелімен шүйіркелескенде, немелерінің басқа жастас балаларға қарағанда бір нәрсе ерекше бар деп айтты. Одан бүркітші шығар деп сезімін. Ауылға ауыртпалы кезең келді. Тым суық қыста жұрт жұтап қалды. Көп мал,
Жут болғандықтан өлді. Құтылу үшін адамдар аң аулаумен айналысты. Өмір сүру салты да өзгеріп кетті. Үй малынан айырылған адамдар жер төлелерге көшіп кетті. Олардың қандалар басқа еш нәрсе қалмады. Олар шын мәнінде қайыршыларға айналды. Содан кейін патша жас адамдарды соғыс майданына жұмылуға бұйрық шығарды. Халық патшаға қарсы ауқымы үлкен көтерілісті бастады. Фильмнің басты кейіпкері өсіп кеткен бүркітші жігіт патша қарсы көтерілісті басқарды. Тоқтаңыздаршы, қандай керемет фильмнің сценарийі. Түсіруді дәл бүгіннен бастаймыз. Енді синхрон аудармасының жасауды тырысайық. Тыңдаңыздар. Сценарий фильма. Писатель пришел в киностудию. Он сказал руководителю: «Мне в голову пришел интересный сценарий, и я хочу поделиться им со студией Казгвуд. О чем ваш сценарий? Я предлагаю снять фильм в жанре исторических событий. Послушайте». Фильм открывается примерно такой первой сценой. Аксакал вместе со своей семьей и всем аулом переходит через горный перевал. Вокруг виднеются лишь высокие горные вершины и хребты, укутанные толстым снегом. На спины верблюдов навьючена поклажа. Семья через перевал направляется на зимовку. Начинается буран. Одна молодая женщина была беременна. Прямо в пути у нее начинаются роды. Что делать? Аксакал, как старейшина и глава семьи, дает указания своим родичам развьючить верблюдов. Верблюдов усаживают на землю и сооружают из них живую ограду. Затем на их спины набросили кошмы и соорудили навес. Внутри все сделали теплым и подготовили для родов. Спустя несколько часов на свет появляется ребенок. Поскольку он родился во время откачевки, этот ребенок станет крепким, стойким человеком, говорит Аксакал. Время прошло, ребенок вырос. В отрочестве он научился ловко управлять лошадью. По сравнению с другими детьми, он оказывался самым проворным во всех играх. Как-то вечером, беседуя с женой, дед сказал, что у него внука, в отличие от других сверстников, есть какая-то особая черта. «Чувствую, из него выйдет Беркучи», — сказал он. На аул обрушилась беда. В лютую зиму народ постиг джут. Много скота погибло. Чтобы выжить, люди стали заниматься охотой. Весь уклад жизни изменился. Люди, лишившиеся домашнего скота, переселились в землянки. У них не осталось ничего, кроме клопов. Они, по сути, превратились в нищих. Затем царь издал указ о мобилизации молодых мужчин на войну. Народ поднял масштабное восстание против царя. Главный герой фильма, подросший парень Беркучи, возглавил это восстание. Постойте, какой потрясающий сценарий! Съемки начнем прямо с сегодняшнего дня.